1992 жылы интернетке қосыла алатын құрылғылар саны 1 миллионға жуық болған. Ал 20 жылы құрылғылар саны 50,1 миллиард шамасында болды. Бұндай қарқынды дамуда IP4 мекенжайларының жеткіліксіз болатыны бастапқы этаптарда да түсінікті болған. Сондықтан қолданысқа IP 6 нұсқасы 1995 жылдан бастап осы 4 нұсқаның орнына қолданысқа енгізіледі деген резервті IP адрес 6 нұсқа шығарылған болатын. Сонымен IP 4 нұсқаны неліктен біз әлі де қолданып келеміз? Ол жерде 4 миллиард орын бар. Бірақ та статистикаға қарасақ 20 жылы 50 миллиардтай құрылғы интернетті қолдана алады екен. Бұл жерде IP адрестерді бөлшектеу бөлу технологиялары бізге көмектесе алады. Сонымен, келесі үлкен тақырып бұл класты және классыз адрестеу. Класты адрестеуден бұрын IP мекенжайының алғашқы 8 биті берілген хост бөлігі болатын желіні анықтады. Бұл интернетте небәрі 254 желімен және желілердің әрқайсысында 16,7 миллион түрлі IP мекенжайларды қолдануға мүмкіндік берді. Интернет өскен сайын IP мекенжайларын осылайша бөлу тиімсіз болды. Өйткені IP мекенжайларын қажет ететін 254-тен астам ұйым бар екені сөзсіз. Және 16,7 миллион IP мекенжайын қажет ететін желілер әлде қайда аз. Тарихқа үңілсек, 1981 жылы бұл мәселені шешуге көмектесу үшін кластық адрестеу пайда болды. Класты мекенжайлар арқылы біз 254 желіден 2 миллион қолжетімді желіге жеттік. Қалайша? Класты адрестеу IP4 мекенжайы кеңістігін 0-ден 255-ке дейін әрбір актетте 5 сыныпқа бөліп отырдық. Ол A, B, C, D және де E. Дегенмен желі хосттары құрылғылары үшін тек A, B және C қолданылды, ал D класы және де E класы болашақта пайдалану үшін жоспарланған. Келесі кестеде класстың диапазоны, желілердің саны, әрбір желідегі қолданылатын IP адрестер саны және де желінің өзгеріссіз желі маскасы берілген. 1981 жылдан кейін интернеттің танымалдығы арта бергендіктен 16,7 миллион 65 мың немесе 256 мекенжай блоктарын бөлу жай ғана тиімді емес екендігі белгілі болды. Мысалы, біздің ұйымға 500 IP мекенжай қажеттелік. B класын алатын болсақ, 65,034 мекенжайды бос қалдыру дегенді білдіреді. Яғни B класында 65,534 құрылғы қосуға мүмкіндік бар. Сол сияқты C класынан 2 желі IP мекенжайын алу да бізге тиімді емес. Осындай мәселелерден кейін бізде классыз адрестеу технологиялар пайда болды. Классыз адрестеу маска ұзындығын пайдаланатын IP4 адрестеу архитектурасы. Шешім 1993 жылы келді. Классыз доменаралық маршруттау CIDR классыз адрестеу тұжырымдамасын енгізді. Класстық адрестеу арқылы желілердің өлшемі бекітілген. Әрбір мекенжайда әдепкі ішкі желі маскасы болады. Біз оны өзгерте алмаймыз. Ал классыз адрестеуде желі маскасын өзгертуге мүмкіндік береді. Бүгінгі күні біз IP 6 нұсқа IP4 мекенжайының сарқылу мәселесіне ұзақ мерзімде шешім екенін білеміз. Дегенмен IP6 әлі де кеңінен қолданылмайды. 1990 жылдардың басында егер ештеңе өзгермесе, яғни класты адрестеу пайдалана беретін болса, IP4 мекенжай кеңістігін тез ауысатынымыз анық болды. Нәтижесінде классыз адрестеу IP4 қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектесетін орта мерзімді шешім ретінде қолданысқа енгізілді. Классыз адрестеуде біз бірнеше есептеулерді шығара аламыз. Мәселен, берілген IP4 мекенжайы үшін 192.168.1.10/24 бізде CIDR, яғни маска. Біз Network ID, желінің бастапқы нүктесін, Broadcast ID, желінің соңғы нүктесін және де желі үшін IP мекенжай сандарын таба аламыз. Біріншіден, CIDR 24. 24 дегеніміз қатарынан жазылған 24 бірді білдіреді. Сонымен, Network ID бастапқы нүктені есептеп көрейік. Ол үшін келесі қадамдарды орындауымыз керек. Бірінші, IP және ішкі желі маскасын екілік жүйеге түрлендіру. Екінші, IP мен масканы биттік және операциясын орындау. Үшіншісі, нәтижені ондық санға қайтару. Бірінші, IP адресті екілік санау жүйесіне аударып алайық. Нүктелерін ұмытпаймыз. 24 енді көбейту операциясын орындаймыз. Яғни осы екі санның арасында көбейту операциясын орындаған кезде шыққан санды ондыққа ауыстыратын болсақ, бізде Network ID 192.168.1.0. Бұл бізде бастапқы нүкте, яғни желі таратушы құрылғының адресі десек болады. Ондай болса Broadcast ID, желідегі соңғы нүктені есептеп көрейік. Берілген IP мекенжайы болсын. Қадамдар. Network ID есептейміз. Network ID барлық хост биттерін соңғы бірден кейінгі нөлдерді бір мәніне ауыстырып шығуымыз керек. Одан кейін барып, нәтижені ондық санға қайта түрлендіруіміз керек. Ондай болса бізде бастапқы нүкте адресі бар.
екілік санау жүйесіне ауыстырдық. Соңғы нөлдерді бірге ауыстыратын болсақ, және де оны ондыққа қайта ауыстыратын болсақ, broadcast ID соңғы нүкте 192.168.1.255. Біз желінің бастапқы нүктесін таптық, желінің соңғы нүктесін таптық. Енді бұл желіде орналастыра алатын құрылғылар үшін IP мекенжайлар санын анықтайық. Ол үшін біріншіден хост биттерінің санын есептеп алуымыз керек. Ол бізде 8. Барлығы 32. Ішкі желі маскасының ұзындығын алып тастауымыз керек. Яғни 32 минус 24. Бізде 8 шықты. Қолданатын хост мекенжайлары ол келесі формула бойынша анықталады. 2-ның 8 дәрежесі минус 2. Мұнда 2 резервтік адрес. Желі идентификаторы, яғни network ID және тарату идентификаторы broadcast ID алып тасталынады. Мәселен, бізде network ID бар, оны екілікке ауыстырамыз. Хост биттерін қараймыз, бұл жерде 8. Формулаға саламыз, 2-ның 8 дәрежесі минус 2, бұл бізде 254 IP адресті беріледі. Яғни, бізге білген желіде 254 компьютер болмаса құрылғы қосуға мүмкіндік бар екен.